Сәлем достар, бүгін мен сіздермен қарын бүрме тамағын жасамақшымын. Олай болса кеттік. Бізге керекті ингредиенттер жылқының қарны, еті және көкөністеріміз керек болады. Осылай етімізді, көкөністерімізді турап аламыз. Қатты майдалап тураудың керегі жоқ, езіліп кетеді. Сол үшін барынша орташа тураймыз. Бәрін турап аламыз, асықпаймыз. Турап болғаннан кейін ыдысқа салып, ішіне керекті өзіміздің дәмдеуіштеріміз қосамыз, тұз. Одан кейін мен бұрыш, паприка қостым. Өзімізде қандай дәмдеуіштер бар, соның бәрін барынша дәмді ету үшін қосамыз. Мен бәрін қосып, осылай бір араластырып алдым. Бәрін жақсылап араластырып болғаннан кейін менде жылқының қарыны екі жағы да жыртылып келді. Сол себепті ішіне көкөністерді салу үшін бір жағын арнайлап тігіп алдым. Дәл осылай тігіп, қарынды тігіп болғаннан кейін көкөністерімізді осылай жаймен салып аламыз. Салып болғаннан кейін оның аузын қайтып тігіп тастаймыз. Сөйтіп бүрме қарынды осылай дайын қылып аламыз. Міне бізде қыздар бүрме қарнымыз дайын болды. Енді бұл қарынды ыстық қайнаған суға саламыз. Көбігін алып тұруды ұмытпаймыз әрине. Міне бізде осындай өте дәмді қарын бүрме шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.